Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз механика бөлімінің алғашқы тарауын бастайтын боламыз. Механика бөлімі жалпы бізде 3 бөлімнен тұрады. Бірінші кинематика, екінші динамика, үшінші статика. Бүгін біз кинематика тарауын бастайтын боламыз. Ендеше кинематика не екеніне тоқталайық. Кинематика дегеніміз не? Кинематика дегеніміз қозғалыстың механикалық сипаттамасы болып табылады. Мұндағы басты құралдарымыз бізде жол, орын ауыстыру, жылдамдық өдеу. Кинематиканың мақсаты бізде дененің кез келген уақыт мезетінде координатасын, жылдамдығын, өдеуін анықтау болып табылады. Сол себепті бізге әрине координата жүйесі керек. Ал координата жүйесі бізде сәуледен, бастапқы нүктеден, яғни дененің бастайтын нүктеден, бастауында тұрған нүктеден, сосын бірлік кесінділерден тұрады. Бірлік кесінді бізде әр есепте әртүрлі болады. Яғни бір есепте оны километрмен беру мүмкін, екінші есепте метрмен беру мүмкін. Енді осы бірлік, яғни координата жүйесі арқылы, секундомер арқылы біз санақ жүйесін құрамыз. Осы арқылы біз механикалық қозғалысының сызбасын, графигін сыза алады екенбіз. Мұнда координата жүйесі болса, мұнда секундомер болады. Енді механикалық қозғалыс дегеннің өзіне тоқтала кететін болсақ, механикалық қозғалыс дегеніміз не? Механикалық қозғалыс дегеніміз бізде дененің белгілі уақыт өте келе басқа бір денемен салыстырғандағы орнын өзгертуі болып табылады. Яғни бізде бастапында А точкасында тұратын болсақ, уақыт өте келе біз Б точкасына баратын болсақ, бұл біздің механикалық қозғалыс жасады дегеніміз. Суреттегі мысалмен келтіретін болсақ, мына әже мен баланы алатын болсақ, А точкасынан ол Б точкасына дейін орын ауыстырды. Мұны бағдаршамда басқа бір денеде болатын болсақ, сонда әже мен бала бағдаршаммен салыстырғанда орын ауыстырды. Осыны біз механикалық қозғалыс деп атаймыз. Келесі бізде материалдық нүкте. Материалдық нүкте дегеніміз өлшемдерін елемеуге болатын нүкте. Біз оны есепте қолданамыз, себебі кейбір есептерде біз өлшемдерін керек етпейміз, яғни биіктігін, ауданын қажетсінбейміз. Мысалға, келтіріп тұрған екі мысалда машинаның жүрген жолын есептейтін болсақ, бізге оның биіктігі, ауданы керек емес. Дәл солай ғалам галактикада сондай. Мысалға, жерді алатын болсақ, жердің біз орын ауыстыруын анықтаған кезде бізге оның радиусы, көлемі, қандай массада екені керек емес. Сол себепті біз оларды материалдық нүкте ретінде қарастырамыз. Және оларды материалдық нүкте деп атаймыз. Ендеше келесі. Орын ауыстыру және жол. Бізде екі түсінік бар осындай. Орын ауыстыру және жол деген. Енді мысалға қарайтын болсақ, жол дегеніміз, жолдың анықтамасы, менің жүрген траекториямның ұзындығы болып табылады. Траектория дегеніміз менің жүрген жолымдан сызылатын тұтас бір сызық десек болады. Яғни мені қызыл сызыққа қарайтын болсақ, осы жерде мен базардан осылай қызыл сызықпен Абылайханға дейін барамда, бұл менің траекториям. Яғни осының ұзындығы менің жүрген жолым болып табылады. Ал орын ауыстыру сол бастапқы А точкасынан, базардан Абылайханға дейінгі тура сызылған вектор болып табылады. Бұл вектор бізде орын ауыстыру. Яғни мысалға мектеп болатын болса, үй болатын болса, мен үйден мектепке дейін былай баратын болсам, бұл менің сызған траекториям, бұл менің жолым.
осының ұзындығы жол болып табылады да. Ал осыдан осы точкадан үйге дейінгі тура сызылған вектор, тура сызылмай қалды. Осы вектор бізде орын ауыстыру болып табылады. Яғни орын ауыстыру А точкасынан Б точкасына дейінгі тура сызылған вектор болатын болса, орын ауыстыру менің жүріп өткен траекториямның ұзындығы болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше.